Қызылорда қаласының Ескі базар аумағында орналасқан отырар сауда үйінде Ақмешіт адалдық алаңы жобалық кеңсесінің қоғамдық қабылдауы өткізілді. Қоғамдық қабылдау барысында әлеуметтік тұрмыстық мәселелері тұрғысындағы сауалдармен жүгінген 15 кәсіп иелері мен қала тұрғындарының бір қатарына сол жерде түсіндірме берілсе, бір қатарының сұрақтары бойынша құзырлы органдарға ұсыныстар жолданды. Мұндай қоғамдық қабылдаулар осы кезге дейін қаладағы және аудандағы Нұр Отан партиясының филиалдарында, халыққа қызмет көрсету орталықтарында өткізіп келген болса, ендігі кезекте халық көп шоғырланатын сауда орталықтары, базарларда, вокзалдарда, автобекеттерде ұйымдастырылатын болады. Ақмешіт адалдық алаңы жобалық кеңсесінің бастамасымен бүгін біздер халық көп шоғырланатын орындарда тұрғындардың жалпы әлеуметтік мәселелер бойынша, сонымен қатар мемлекет көрсететін қызметтер бойынша, сонымен қатар қолайлы ортаны қалыптастыру бойынша ұсыныс пікірлерін бөлу мақсатында, олардың өтініштерін зерделеу мақсатында арнайы осындай сауда орындарына, халыққа қызмет көрсету орталықтарына халықпен қоғамдық қабылдау жүргізіп жатырмыз. Халықтар көптеп келуде, өздерінің мәселелерін осында айтып жатыр. Біз өзімізге түртіп, алдағы уақытта сол мемлекеттік органдармен солардың ұсыныстарын қарайтын боламыз. Енді бұл бағыттағы жұмыстар тек қана бүгін ертең емес, осы жыл соңына дейін бекітілген кесте бойынша жүргізілетін болады. Мен өзім отырар сауда орталығында жұмыс жасаймын. Осы бүгін отырар сауда үйіне Ақмешіт адалдық алаңы келіп жатыр. Біз осында жұмыс жасағаннан кейін күндіз болсын уақытымыз бола бермейді. Сол үшін осындай іс-шаралар келгеніне қуаныштымын. Осындай іс-шаралар көп болса екен деп тілеймін.